Тағы да қайталап жатырмын. Мінекей бізде өтірік бағдарлама, мен солай ойлап тұрмын. Қабылдаған Айзада Құрманова. Апта сайын 7 жыл жүрдім осы әкімдіктің соңында. Мен 2 жыл жүрдім. Заңды айтыңыздар, қандай орыс тілдерінің құқы болса, орыс тілінде қызмет алуға сондай құқық болсын деп қазақ тілдерде. Бірақ та болып жатқан нәрсе, мен айттым, мінекей осы заңды қабылдамасаңыздар, мен өзімді өртеп жіберуге дайынмын деп, қазақ тілі үшін. Ұзын сөздің қысқасы, мінекей мынандай жағдай болып жатыр. Маған соны сағат 1-де, бүгін сол не бойынша, кесте бойынша сағат 1-де 3-те хабарласу керек, не сол бағдарлама болу керек еді. Ол әлі жоқ, болған жоқ, болдырмайды да. Мен солай ойлап тұрмын, өйткені мен ойлап тұрмын, мына олар күтіп отыр, Ысқақовтан бастап қашан Бейсенбай-тегі өзі өртеп жібереді. Мінекей мен қазір келдім, жауапты күтудемін. 5 минуттан жауабын беріңіз деген, мен Ысқақовты сын деген. Сағат енді 6-да басталады дейді. 6-да басталама жоқ па, мен білмеймін. 6-да басталмаса, бағдарламада болмаса, енді сондай мүмкін өртенуге тура келеді. Мүмкін сондай жағдайға жетеміз. Мінекей соны мен сіздерге алдын ала айтайын деп, республикадағы көпшілік осы видеоны арнап жіберіп отырмын.